30-дан жаңасқан ұзын бойлы ат жақты мұртты жігіттің отырыс-тұрысынан сөйлеген сөзінен өзіне жарасымды бір сабаздықты аңғарды. Даусы қандай десеңші, жаңа үйден шығарда да бұған күлімсірей қарап тұрып, «Өнерің өрге жүзе берсін, шырағым, мен саған ризамын. Амандық болса, екеуміз әлі талай топта бас қосатын шығармыз. Бүгін жақсылап демал, ертең келіп жолығармын» деді. Аз уақыттың ішінде ең жақын адамындай боп қалды. Таңжарық іргеге қарай аунап түсті. Қалыңдап салған мамық төсекке көмп беріп түсіп кетіп, енді шыға алмай үйелеп жатқандай сезінді өзін. Басын аласарақ етіп, қос жастықтың біреуін ақырын алып жанына қойды. Көрпені кеудесінен төмен сырып, қолын сыртына шығарып шалқалап жатты. Білінер білінбес күрсініп алды. Не дегенмен, аман есен жетіп алғаныма бір ой болды, деп ойлады қарауытқан шаңырақтың нобайына қарап жатып. Түңлікті жаппаса да болғандай екен-ау. Жаңа далаға шыққанда байқаған, қарамақпал аспандағы шоқтай көп жұлдыз созған қолың жетердей жерден бал-бұлдай төніп тұрған. Бұлтсыз тұнық аспан бұл жерде тіпті төбең тиердей жақын сияқты екен. Қатты қызыға қараған бұл бой жазып біраз жүріңкіреп қалған. Енді міне қапаста қалғандай түңлікті ашып жіберсе жұлдыздарға қарап жатсам деп ойлады. Жаздың мұндай түндерінде жылқы күзетінде талай болып жүр ғой. Әсіресе осындай мөлдіреген жаздың түні бөлекше ғой шіркін. Жылқы демекші, әлгілер қалай өтіп, қай жерге жетті екен бұл уақытта, деп өзін шекарадан өткізіп салған жолдастарын ойлады. Бүгін кештетіп жетіп қалар амандық болса. Құдайға шүкір, аттары тың, жылқы не болып жатыр екен? Бәрінен де Текесбай не ойлап кетті десеңші. Іші бауыры езіліп, жан дүниесі алай-дүлей боп кеткенін байқады бұл. Тағдыр-ай десеңші, бөтен жерге жіпсіз байланып, туған жеріне жете алмай қалғанын қарашы. Шешесі о дүниелік болғалы, тіпті өзгеріп кетті. Өзімен өзі жүреді де қояды. Таңжарық аунап түсіп, тағы да күрсінді. Енді әсейім мен әлекендерді ойлады. Бұларға не болды екен? Неге келе алмай қалды? Әсейін қалайда жетсе керек еді ғой бұл. Ат көліктері аман болса игі еді. Таңжарықтың Сәбет еліне барып оқығысы келетінін өзімен бірге жылқы бағып жүрген жолдастары бірден құп алған. Өйткені күредегі оқуы үзіліп қалды ғой. Оған бұл қатты қапаланып жүрді. Шөтаң деген 3 жылдық мектептің 2 жылын бітірген кезде Нүптібектің жылқысын бағып жүрген Қайырбек деген ағасы барымташылардың соққысына жығылып, содан қайтыс болады. Байдың біраз жылқысы қолды болып, бұлар әбден қарызға батады. Таңжарықтың ары қарай оқуы қиындай түседі. Мұның оқуына көмектесіп тұрған ағасының өлімі бұған қатты батқандықтан, ол енді жылқы бағуға өзі шығады. Бірақ оқысам білім алсам деген ой мазасын әбден кетіреді. Ойлап, Сәбет елінде кедейлерге теңдік беріліп, оқу білімге кең жол ашылыпты дегенді естіп, қалайда солай өтіп оқығысы келеді. Оның үстіне құдалары Кәрібай қажының ауылы да тура шекараға жақын екенін біледі. Туымаса да туған шешесіндей боп, бауырын алған Айжан тәтесінің төркіні олар. Бұл жиен неге бармасқа нағашыларына? Әуелде таң қалған достары жағдайға әбден қаныққан соң бұған көмектесуге сөз байласады. Досымхан мен Әлекен
жылқыдан 3 ат ажыратып бермек болады. Бірақ жолға шығамыз деген уәделі күнге әсейін келе алмай қалды да, бұл не де болса тәуекел деп жолдан қалғысы келмей тартып кеткен. Оның үстіне Текесбай мен Әуелқан да ниет етіп бет алған жақтан тартынғанды жаман ырым санап, өздерінің атқосшы болып шығарысып салатындарын айтып жолға қамданды. Жолды жақсы білетін Текесбай бастап, үшеуі тұманды түні жортып кетіп еді. Енді міне, Құдайға шүкір аңсаған еліне аман есен жетіп, нағашысының төрінде жатыр шал жиып. Енді бір мазасызданып жатқан нәрсесі Қайырбектің қазасын қайтып естірту еді. Келгеннен бері бір ретін келтіре алмады. Кешеден бері неше оқталды. Бірақ арқа-жарқа көңілді отырған жұрттың тыныштығын бұзғысы келмеді. Алғаш ендігі естіген шығар деп ойлаған еді, байқаса естімеген сияқты. Ертең естіртермін деп ойлады Таңжарық. Жаңағы Тінәлі деген кісіге айтып, бірін қайын келтіру керек деп түйді. Қыран қабақты, қызыл шырайлы қария, аппақ сақалын саумалай отырып сөз бастады. Сонау бір жылдары өрдегі ағайындармен қоштасқанда, қайтып барыс келіс бола ма, хабар аламыз ба, ала алмаймыз ба деп едік. Одан берде не бір аумалы төкпелі заман өтті. Қазір Құдайға шүкір, тозын құрап барып, қайта бастары қосылған елдің еңселері енді көтеріле бастады. Ата-бабамыздың аруақты қонысына жаңа орнығып келе жатқан сияқтымыз. Сол өрдегі құда жегжаттан да көптен хабар ала алмай, ары-бері аткезшілік жасап өткендерден там-тұмдап қана ел амандығын біліп тұрушы едік. Енді міне, кешеден бері мына Таңжарық келіп, ондағы ел жұрттың жай жапсарына қанып, көз аймып жатырмыз. Кешеден бері арғы бергіден әңгіме қозғап бір жасап қалдық. Әрдайым о жақтағы қалың елдің амандығын тілейміз ғой. Ілік шатысы бар қарға тамырлы қазақпыз. Өсіп өне берейік, деп сәл тоқтап, отырғандарға жағалай көз тастап өтті. Үй ішіндегілер бей сөзіне құлақ түріп, там-тырыс отыр. Бұлар жаңеректе келген, кең дастарқанды айнала жайғасып, қамыз ішіп отырған еді. Сәске кезінде Тінәлі келді. Жаңа тұрып есік алдына шыққан Таңжарық, кіріп шығып жүрген әйелдердің бірінен кейін біріне елеңдеп, мырза жігіт келе жатыр деген осы үйдегі бәйбішенің сөзіне, сері қайнаға ғой, мынау келе жатқан деген жас келіндердің сөзіне мойын бұрып қараса, жоғардан жорға мінген екі атты келе жатыр екен. Қатарласа келіп, мамағашқа аттарының басын тіреп тоқтады. Сылаңдаған жирен қасқадағы Тінәлі екенін бірден таныды бұл. Кераттағы алдыңғы жігіт алдымен келіп, атынан лып етіп түсіп, шылбырын тез-тез байлай салды да, ана кісінің атын ұстай берді. Таңжарықта жүгіре басып, оларға жақындап келіп сәлем берді. Тура көріп тұрғандай, бұған күлімдей қараған Тінәлі, «Уағалейкум ассалам, қалай батыр? Жақсы демалып тұрдың ба?» деп келіп қолын алған. Біраз әңгімеден кейін Таңжарық ағасының қазасын айта алмай отырғанын, бүгін оны қалайда жеткізу керек екенін сөз етті Тінәліге. Содан жоғардан баспақ ақсақалды алдырып, мән жайды ұқтырып, Бөрбай үйіне жиналып отырғандары осы еді. Сәл үнсіздіктен соң жөткірініп алып баспақ ақсақал, «Мына Таңжарық кешеден бері алыс жолдан шаршап келді дегендей, көп ашыла алмай жатыр ғой. Жата жастана әлі талай әңгімеге қанығармыз.
Сонау бір 16-шы жылғы дүрбелеңді туған жерде үдіре көшіп, үркіп барғанда, айналайын қалың қызай сыртқа теппей құшағын алды ғой. Оның аяғы құда жегжат болып тарастық. Екі қызымызды бердік. Мінекей, дәмсізді дәмдеткен тұз әулие, алысты жақын еткен қыз әулие деген екен бұрынғылар. Сол айтқандай, бұрында барыс келісі бар іргелес екел, тәпті жақындаса түсті. Мына таң жарықтың да ел жұрт деп келіп отырғаны сол ғой. Бөрбайдың кешегі сөзінің жаны бар. Аз күн дабыра қылмай тұра тұрайық, таң жарығы үйрескенше, кейін тағы көрерміз. Содан да болар тартыншақтап бір жағдайды айта алмай отыр екен бұл. Оның үстіне қалай болады деп келген адам жайсыздау жағдайды айтуға да батыңқырамай отырған сияқты. Бұл жерде бөтен ешкім жоқ. Кәрібай әулетіне айтарым, әр нәрсеге сабырмен, байыппен қараған жөн. Алланың бергеніне қуанып, алғанына наразы болмайық. Бәрімізге ортақ бұл Алланың ісі. Мына таң жарықтың әкесіндей боп, бағып қаққан біздің күйеу Қайырбек о дүниелік бопты. Ойбай-ау, қашан? Деп қалды Бөрбайдың бәйбішесі селт етіп. Бір талай уақыт бопты. Көзге қарай жылға толады екен, деп ақсақал таң жарыққа көз тастап қойды. Япырай, аңқылдаған бір жақсы немер, деді Бөрбай. Ауырды ма сонда ол кісі? Жоқ, деді ақырын ғана басын шайқаған таң жарық. Жылқы бағып жүріп, сойылға жығылып, ой құдай-ай, деді тағы да көзі боталай қалған бәйбіше. Өзі баяғыдан жылқы бағушы еді ғой, деді Бөрбай. Бұлар өзі ежелден сол Сасанның малын бағып жүруші еді. Әлде солай екен ғой. Жылқы болғаннан кейін оның барымта сырымтасы да болады. Сондай бір қақтығыста жазым бопты ғой байқұс, деп күрсінді басбақ би. Қанша бала қалды? Деді сәл үнсіздіктен кейін Бөрбай. 2 бала ғой. Тұңғыштары ұл еді, былтыр бір қызды болған. Таң жарық ақырын сөйледі. Ей, Айжан байқұсқа қиын болды ау. Бере салдық та, бер өтіп кеттік. Аңырап қалып еді шырағым. Бәйбіше даусы дірілдей күрсінді. Көзінің жасы мөлт-мөлт етіп, мен қайтем жеңге дей берген қайта-қайта. Енді күйеу өлсе, алда құдайым-ау. Ана, қали зәңгідегі қызымыз қалай? Аман есен бе әйтеуір? Деп Бөрбай кешегі сұрағын қайталады. Қанша балал болды? Аман есен. Таң жарық орнынан қозғалыңқырап қойды. 2-3 баласы бар, жағдайлары жаман емес. Қали күйеу пысық көрінген, өзі зәңгі болса, жағдай жаман болама, деді төрдегі ақсақалдың біреуі. Ой, қай бір қарық боп жүр дейсің, қатын үстіне барып. Бәйбіше жаратпай қалды. Өзі жуастау еді, айналайыным. Бағанадан үнсіз отырған баспақ ақсақал жөткірініп алып. Енді келін шырағым, кімнің қалай болмағы бір Алладан ғой. Әр кімнің тәлейі бағы біледі. Тоқалдың бағы ашылама, бәйбішенің бағы жанама, бір құдай өзі біледі. Ол қыздың барған жерін жаман дей алмаймын. Оларда өсіп өнген
етекте ел. Ана бір жылдары арбашы бауып барғанда өзіміз қалай болдық. Сонда сол еледі ғой паналағанымыз. Бұл Құдайдан айналайын, жаман болған жоқпыз. Содан кейін осы қыздар, сол қыздардың арқасы ғой. Сол елмен құдандалы боп араласып кеткеніміз. Өріс қой қыз деген өріс. Аман болсын айналайындар. Заман бүйтіп тұрып қалмас. Көреріміз өмір болса деп тоқтады. Дастарқан басында отырған үлкен кіші бәр-біріне көңіл айтты. Таң жарық оларға, олар таң жарыққа көңіл білдіріп, тоқтау айтып, сабырға шақырды. Кешеден бері жаманат хабарды қалай жеткізерін білмегенін айтты. Оның үстіне келе салып ел жұртты дүрліктірмейін депті. Қалайда қалай емес, әуелі бұлай келісімінің өзін не деп ойлап, қалай қарсы алады деп көңілі ептеп, дүмгәнді боп келіпті. Алдымен ел жұрттың амандығын біліп, ау жайын байқайын деген екен. Әлі де бұл жүрісінен қысылатынын, біреу-міреу әкесіндей болған ағасы өліп жатса, бұл қай жүрісің дейм екен деп те жасқанатындығын айтты. Оның ғой жөн, деп осы арада сөзге бөрбай араласты. Азды көпті білгенің болмаса, бұрын көрмегенде келмегенде жер. Кімнің қалай қарсаларын қайдан білдің? Жаңа үкімет орнады дегенмен, әлі өзімізде онша түсіне қойған жоқпыз. Күніне құбылып тұрған заман қойайды. Кешеден бері өзімізде сені мына қалжаттағы жиеніміз еді деп қояйық. Үйтейік деп, көп дабыра қылмай қоя тұрайық, деп жатқанымызды байқаған шығарсың. Ол да көңілдегі дүмгәнді көбейтпесе азайтпас. Әзірше алып жұлып бара жатқан ештеңе жоқ. Ел арасы тыныш. Дегенмен бай кедей деген бір пәле шықты. Кімнің аузына қақпақ боласың. Әркім әр түрлі сөйлейді. Бай болмасақ та, байқамасақ, жан жағымызға қарамасақ болмайды. Сәл тоқталып отырды. Өрдегі құда жек жаттан көптен анық-қанық хабар ала алмай, біздің де көңіліміз көпті боп жүргенде, Құдай айдап өзің келдің таң жарық. Бұған Құдайға шүкірдеу керек. Ризамыз Аллаға. Кешеден бері талай әңгіме естіп жатырмыз. Сен болмасаң мұның бәрін қайдан естейтін едік? Келгенің ғой жақсы болды. Еш бөтендігіміз жоқ шырағым. Зар сүйек жек жатпыз. Жігіт болып ел аралап, құда жек жатыз деп шыққаныңа қатты қуанып қалдық. Бұл адам кісі болғанның алды. Әлақ үйренесің. Ел жұрттар алайсың, танысасың. Ал енді әкеңдей болған Қайырбектің иманы саламат болсын дейміз. Орнында бар оңалар деген, ана бала шағалары аман болсын енді. Қызымызға қиынақ болды. Не бізбен қатысып тұрған жоқ. Қайтеміз енді. Ел аман, жұрт тыныш болса, әйтеуір өз күндерін өздері көре жатар. Аманшылық болсын деп тілейміз. Таң жарық үнсіз назарын төмен салып отыр. Қанша дегенмен жөн білетін адам емес пе, айта алмай отырған жағдайымды ел жұртқа түгел түсіндіріп берді ғой. Өз-өзімнен қысылып отыр едім, жеңілденіп қалғанымды қарашы деп ойлады. Деді осы сәтте төрде отырған баспақ ақсақал, сақалын сауып жіберіп. Ай біткен айында, күні біткен күнінде деген. Әр нәрсеге бір себеп. Біреудің ажалы оттан, біреудің ажалы судан. Барымта дейміз, басқа дейміз. Қайырбектің де ажалына тура келді ғой.
дәм тұзы таусылып тұр ғой байқұстың. Басын сәл-пәл көтеріп, жағалай көз салып өтті де, таң жарыққа келіп тоқтады. Ал енді таң жарық, айналайын-ау, келгеніңе біз қуанбағанда кім қуанады? Қазіргі жағдайды өзіңді таражылап отырған шығарсың. Сондықтан да алғаш сен де, біз де ептеп тосырқап қалғанымыздың несін жасырамыз? Сондай бір уақ боп тұр ғой өзі. Біз де өсіп өнген еледік. Мына қалың албанға белгілі, сыйлы боп өткен Кәрібай қажының әулеті, жұбымыз жазылмай, тобымыз бұзылмай, ата-бабамыздың қара қонысында отырмыз. Қазірде осы үйде бөтен ешкім жоқ. Бір әулеттің ұрпағынан бәрі де. Бағана тінәлі келіп айтты жағдайды. Қайтеміз енді, аңқылдаған жақсы адам еді. Топырағы торыққа болсын, көрмеген қызығын бала шағасына берсін. Сен енді жаңа Бөрібай ағаң да айтып жатыр ғой. Еш нәрседен қысылма. Жігіт адамсың, еркін жүр. Жиен десек, жиен екені өтірік пе? Кішкене жасырынғансымақ болғанымызға ешқандай көңілің бұзылмасын. Үйреніскенше дегенім ғой. Жаңада айттым, осы отырғандардың ішінде бөтені жоқ. Қайсысына қалай еркелесең де жолың, жөнің бар. Бәрі саған қолдарынан келгенше қамқоршы болады. Сәл жымиып отырғандарға бір көз тастап өтті. Дегенмен, біреу тықақтап сұрап жатпаса, сол кешегі сөз білсе біле жатар. Әрі-берден соң Құдайдан жасырмағанды адамнан жасырамыз ба? Осы күні кешеге дейін-ақ ары-бер сапырылысып барып келіп жатушы едік қой. Бұрынырақ өткен дейміз, мына Матайдағы ағайындарда еді, өзі ел аралап жүретін серлігі бар еді демейміз бе? Деп кеңкілдеп күліп алды. Отырғандар да, жөн, соны айтам, е, сүйдейміз бе? Десіп дабырласып қалды. Қызыл шырайлы жүзі нұрланып, жанары жалт-жұлт етіп таң жарық да, қанатын қомдаған қырандай орнынан қозғалып қойды. Бір сәт бәр үнсіз қалды. Бір нәрсе деуге төрде отырғандардан батпайтын сияқты. Баспақ ақсақалда қабағын сәл шытынып ойлана қалыпты. Сәлден кейін басын көтерген би таң жарыққа назар аударып: бәрінен әлгі жолды құдаға қиын болды-ау. Ой, өзі де бір Құдай деген момын адам еді-ау. Құдағида бап қосылған деді. Қалай құдағидың дені қарындары саумай төгір. Қиын болды оларға. Оңай дейсің бе? Арыстай азаматтан айырылған. Басын сәл-пәл шайқап қойды. Аман есен жақсы, деп ақырын күрсінді таң жарық. Ал енді тағы бір айта кететін нәрсе, мына таң жарық ұқсам дейді, деп Бөрібай жаңа әңгіме бастады. Ана жақта бір мектепте 2 жыл оққан екен. Қайырбек анадай болғаннан кейін қайтып бара алмай қалыпты. Қайдан барады? Қысқа жіп күрмеуге келеме? Өзінің оқуға деген талабы өте зор сияқты. Жасырып жабатын несі бар? Бұл жаққа өткендегі ең үлкен мақсаты да осы оқу екен. Енді соған қолдан келген көмегімізді жасайық ағайын. Оқысын, талабы қайтпасын жастың. Бір елден екінші елге оқу іздеп келудің өзі оңай шаруа емес қой.